Балалар, әдебиеттегі оқу 2-ші сынып 14-ші сабақ, тақырыбы менің арманым баспалдақ өлеңі. Бірінші тапсырма мақалды оқы, талабы сөзінің орнына арманы мақсат сөздерін қой. Не түсінгеніңді мақал, талабы жоқ жас ұлан, қанатсыз құс. Арманы сөзін қойғанда арманы жоқ жас ұлан, қанатсыз құс. Мақсаты сөзін қойғанда мақсаты жоқ жас ұлан, қанатсыз құс. Қанаты болмаса ұша алмайды, өз жеріне жете алмайды. Сол сияқты егер жас адамның, кез келген адамның өмірде талабы, білімге, еңбекке деген талпынысы асқақ армадан немесе нақты мақсаты болмаса, ол өмірде биіктерге көтеріле алмайды, алға жылжи алмайды. Талап, арман және мақсат сөздері бұл жерде бір-біріне мағыналас синоним болып тұр. Ол адамды алға жетелейтін, күш-жігер беретін ең басты құндылықтар екенін білдіреді. Жасөспірім шақта болашаққа жоспар құрып, алдына биік мақсаттар қоя білу өте маңызды. Кей балалардың атасының ақылы, мұратқа жетесің бір аттап, әлсіздер терлейді, яғни олар жете алмайды деген сөз. Жетпейсің бір аттап, әрине бір-екі аттап жетем, ол үшін оқу керек, іздену керек, білім алу керек. Баспалдақ өлеңін балалар мәнерлеп оқып аласыңдар өздері. Өлең не туралы? Өлең биікке көтеретін баспалдақ және сол баспалдақпен жоғары өрлеп бара жатқан баланың талпынысы туралы. Мұнда кәдімгі баспалдақпен жоғары шығу әрекеті арқылы адамның өмірдегі мақсаттар мен армандарына жету жолы сипатталған. Негізгі идеясы еңбекқорлық, табандылық, мақсатқа ұмтылу. Арман мен мұратқа жету үшін ешқандай қиындықтан жасқанбай, қадамдап алға басу керек. Өлеңде айтылғандай атасы сияқты дем алып, шаршап, ентігіп қалуы мүмкін. Бірақ жас жігерлі бала өзінің аспандағы асқақ арманына жету үшін баспалдақпен шаршамай, батыр өрлеуі тиіс. Арманға бірақ секіріп жету мүмкін емес. Оған тек еңбекпен біртіндеп қол жеткізуге болады. Қорытынды: баспалдақпен жоғары өрлеп, арманына ұмтылған бала туралы идеясы алдына қойған мақсатына, арманына жету үшін ерінбей еңбектену керек, қиындықтан қорықпай алға ұмтылу керек. Үшінші тапсырма өлеңдегі арманға сөзінің мағынасы жоқ сөздер. Төртінші тапсырма өлеңнің соңғы шумағында баспалдақ сөзін армандар деген сөзбен алмастыр. Арманға сөздің мағынасы: арман, талап, мақсат, ізгі ниет, болашақтан күтетін үміт, тілек, қиял. Армандар, армандар, барады аспандап, бірақ та жасқанбан, өйткені қол созған арманым аспанда. Неге баланың арманы, менің арманым дегенде қалай жету керек екен? Бала білім алып, түрлі шығармашылықтармен жұмыс істеп, сонда мақсатына жетеді. Бесінші тапсырма: арман, мақсат, талап сөздерін пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Сенің арманың не? Қандай адам арманына жетеді? Менің үлкен арманым болашақта жақсы маман иесі болып, еліме пайдалы іс істеу. Осы арманға жету үшін мен алдыма нақты мақсат қойып, сабағымды жақсы оқуға тырысамын. Немесе менің арманым ғарышкер, мұғалім, дәрігер болу. Сол үшін қазірден бастап алдыма мақсат қойып, білім алудамын. Қандай адам арманына жетеді? Өмірде алдына нақты мақсат қоя білетін және сол жолда еңбек ететін талапты адам арманына жетеді. Ешқандай қиындықтан қорықпай, үнемі алға ұмтылатын адам ғана мақсатына жете алады.